Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сіздерге бүгін осындай керемет қазіргі таңдағы хит макбой торттың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Және де бұл торттың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле аласыздар. Бізге макбой пирогты жасау үшін қажет болады бөлме температурасындағы сары май, қанттың ұнтағы, разрыхитель және мак, 4 жұмыртқа қажет болады. Және бізге құрғақ таза бір кесе қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқамызды осындай ыдысқа ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Ол үшін бізге жеке-жеке бөліп алу керек болады. Бұның бір капля сары уызы ақ уызға түсіп кетпеу керек, яғни. Ол кезде бізде плотный меренга шықпай қалады, сондықтан барынша ұқыптылық қажет болады. Ал бисмилля, бастаймыз. Әр бөлген белокты осылай ыдысымызға құйып отырамыз. Ақ уызымыз дайын болды. Енді бұны шетке алып қоямын. Желтоқтың үстіне бөлме температурасында сары майды саламын. Және де қант ұнтағын саламын. Бізге осы орайда таразы керек болады. Негізі әрбір ас үй ханшайымның үйінде таразы болған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі дамыған заманда көп нәрсені почти барлық пісіретін заттың бәрін таразымен өлшегендіктен бір тараз болу тиіс. Және де ұнымызды саламыз. 220 грамм. Ұнымызды салдым. Мак пен разрыхительді де қосып жіберемін. Енді қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осындай бір тегіс, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Бұл қамырды қазір қоп қоя тұрамын. Белокты дайындаймын. Яғни бұның үстіне 150 грамм шекер саламын. Шекерді салдым. Енді миксерлеймін. Яғни қатты қою меренга дайын болды. Меренганың үстіне грецкий орех қосып жібердім. Және де 1 столовый ложка толтырып картофельный крахмал қосамыз. Енді жақсылап араластырамын. Меренганың плотностын қараңыздар. Өте әдемі болып тұр. Грецкий орехті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Міне. Ешқандай да аударған кезде меренга түспеу керек. Сонда біздің тортымыз өте әдемі болып шығады. Енді қазір қамырды жайып бастаймын. Пергамент қағаздарында сызып дайындап алдым. Мен 22 диаметрде 3 бөлікке бөліп пісіретін боламын. Июі қанған қамырды 3-ке бөлемін.
Пока көз мөлшерімен бөліп жатырмын. Қазір шарик қандай болатынын. Негізі таразымен өлшеп жасаңыздар. Егер таразы болатын болса, үшеуін теңдей бөлікке бөлу керек. Екеуіне азғантай. Тура осы көлемде сызып алған мөлшермен жаятын боламын. Қолмен жайсаңыздар да болады, немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Міне осылай бөлеміз. Шет-шетінде артық қамырларын өзінің үстіне, аз шеттеріне, пәстеу болып қалған шеттеріне біріктіріп жіберемін. Міне қамырды жайып болдым. Енді үстіне жаңағы дайындаған белогымызды теңдей етіп, үшке бөліп, солардың үстіне салып шығамын. Салып алдым. Енді белокты ақырында спатуламен жағамын. Шетіне қатты өткізбеймін. Өйткені белок ыстыққа түскеннен кейін жанына қарай жылжиды. Барынша жанына қарай жақпауға тырысамын. Белокты жағып алдым. Енді үстіне осылай мен смородинаны қатырып қоямын. Сол смородинадан барлығына қосып шығамын. Үйде қандай замороженный ягоды болады, кез келгенін қоссаңыздар болады. Ягодының бәрін бетіне сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған 180 градуста беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Кей адамдардың пешінде 7 минутта 10 минут аралығында пісуі мүмкін. Сондықтан қызартып пісіртіп алған дұрыс. Маковый пирогтың кремін дайындаймыз. Бізге 33-35% сливки керек. Және де творожный сыр керек, және де шекер қажет болады. Ең алдымен шекерімізді қосып аламын. Сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Мен бірақ шекер қолданамын. 70 грамм шекер саламын. Шекерімді қосып алдым. Енді жақсылап миксерлеймін. Бірінші өзін сливкидің өзін миксерлеп алам, сосын барып творожный сырды қосамын. Енді творожный сырды қосып жіберемін. Крем дайын болды. Кремді арнайы кондитерский мешокқа және де осындай гүл шығаратын 350-лік насадкамен қолдансаңыздар болады. Болмаған жағдайда тек қасықпен теңдей етіп бөліп салсаңыздар болады. Кремді мешокқа құйып аламын барлығын. Қожықты қойдым. Енді крем толық жету үшін келесі қожыққа да слай аламын. Оны да шет-шетіне жағып шығамын. Өйткені крем екі қожыққа толық жету керек. Қалған кремді осылай ортасына жағып аламыз.
Енді ақырында екінші қоржығымызды әкеліп осының үстіне орнықтырамыз. Бұның да ортасында кремді жағамыз. Енді үшінші қоржығымызды бетіне қоямыз. Бұл үшінші қоржықтың бетіне ешқандай крем жақпаймыз, тек қана сахарный пудра әсемдік үшін сеуіп шығамыз. Нетающий қолданыңыздар, өйткені холодильникке салған уақытта бұлай сахарный пудралар тез еріп кетеді, ал бұл ерімейтін сахарный пудра ұзақ уақытқа дейін тұратын болады. Біздің тортымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Накипбекова Гүлжанар. Бізге ас болсын.